Калий мен магний ағзаға аса маңызды екі элемент болып табылады. Олар бүкіл дененің әл-ауқаты мен қалыпты жұмыс істеу үшін өте маңызды. Біреуінің жетіспеушілігі болған жағдайда, екіншісінің де тапшылығы ықтимал. Жүрек денсаулығы, қан тамырларының жұмысы, жүйке жұмысы, метаболизмнің тиімділігі, бүкіл денеге күш беру және оның төзімділігі осы элементтердің дұрыс тепе-теңдігіне байланысты. Осылайша калий мен магний белсенді өмір салтын ұстанатын және үнемі жаттығулар жасайтын қарт адамдар үшін де, жастар үшін де қажет деп айтуға болады. Ол үшін бұл параметрлердің қалыпты болуын қамтамасыз ету маңызды болып табылады. Ал осыны қамтамасыз етуге бізге аса қымбат емес аспаркам препараты жақсы көмектеседі. Ол көптеген жылдар бойы калий мен магний иондарының оңай қолжетімді көзі ретінде қолданылды. Препарат метаболизм процестерін реттейді, дененің жүйелік проблемаларының тұтас кешенін шешеді және алдын алады. Алайда нұсқаулықта сіз мұндай ақпаратты мүлдем таба алмайсыз. Сондықтан ыңғайлы отырып алып, роликті соңына дейін көріңіздер. Ал біз сіздерге осы дәрі-дәрмектің пайдасы мен зияны туралы егжей-тегжейлі айтып беретін боламыз. Бірақ препарат туралы айтпас бұрын, калий мен магнийдің біздің денемізде қандай рөл атқаратыны туралы тоқтала кетейік. Біздің ағзамыздың тіршілігін қамтамасыз ететін барлық микроэлементтердің ішінде калий мен магнийді негізгі деп атауға болады. Ал осы екі элементтің жетіспеушілігі туралы сөз қозғалғанда, жүрек аурулары туралы бірден ой келеді. Шынында да бұл минералдар жүрек қан тамырлары жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі үшін өте маңызды. Өйткені оларсыз жүректің жұмысы мүмкін емес. Калий іштегі судың қышқыл және электролит тепе-теңдігін сақтауда маңызды рөл атқарады. Қаңқа және тегіс бұлшықеттердегі жүйке импульстарының берілуіне қатысады. Денедегі сілтілі ортаны сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар жүректің ритмін қалыпқа келтіреді және қан қысымын реттейді. Ол тірек қимыл жүйесі мен бүйректің денсаулығы үшін өте пайдалы. Ал калийді оңтайлы қабылдау сүйек тығыздығын арттыруға және бұлшықет массасын сақтауға көмектеседі. Зәрдегі калий деңгейін қалыпқа келтіреді және құм мен бүйрек тастарының пайда болу қаупін азайтады. Магний көмірсулары, фосфор және энергия алмасуға қажетті ферменттердің көмекшісі болып табылады. Ол ДНК-ны көшіру мен қалпына келтіруде шешуші рөл атқарады. Ал аспаркамның құрамында оның басты міндеті калий мен кальций иондарын жасушаларға жеткізу болып табылады. Минерал глюкозаны тиімді пайдалануда және коллаген синтезінде маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар ауыр физикалық жүктеме кезінде оттегінің жетіспеушілігіне төзімділікті арттырады. Магний көптеген маңызды процестердің реттеушісі деп айтуға болады. Мысалы, ол барлық жасушалар үшін негізгі энергия көзі болып табылатын ақуыздардың синтезіне қатысады. Сонымен қатар минерал көздің денсаулығына әсер етеді. Олардың жұмысын қолдайды. Бұл сонымен қатар ми тамырларын күшейтеді. Калий мен магний қан қысымын реттеуде, атеросклероздың дамуы мен өршу қаупін азайтуда маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар калий мен магний екінші типтегі қант диабеті, метаболикалық синдромның даму жиілігінің және аритмияның даму қаупінің төмендеуіне оң әсер етеді. Сондай-ақ магний мен калийдің дұрыс тепе-теңдігі кәсіби спортшылар үшін өте маңызды және олардың жетіспеушілігі спорттық тиімділікті төмендетіп, жарақат алу мен ауру қаупін арттыруы мүмкін. Айта кету керек, калий мен магний жетіспеушілігін уақытылы толықтыру инфаркт, инсульт, жүрек жеткіліксіздігі және өлім сияқты жүрек қан тамырлары ауруларының даму қаупінің төмендеуіне әкеледі. Сонымен аспаркам дегеніміз не? Аспаркам калий мен магний аспартатының кешенді препараты. Бұл минералдар калий мен магний иондарын жасушаларға тікелей жеткізуде өте тиімді электролиттер болып табылады және олардың қандағы жеткілікті деңгейі электр зарядын тасымалдауға мүмкіндік береді. Жүрек қан тамырлары мен жүйке жүйесінің бұлшықеттердің қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар су, тұз және қышқылды сілтілі тепе-теңдігін сақтайды. Препараттың негізгі белсенді ингредиенті болып табылатын магний мен калий иондары метаболизм процестеріне қатысады. Олар коронарлық қан айналымын жақсартады, жүрек бұлшықетінің қозғыштығын төмендетеді. Сонымен қатар аритмия кезінде де өте пайдалы болып келеді. Аспаркам қандай проблемалар кезінде тағайындалады? Біріншіден, препарат калий немесе магний жетіспеушілігімен, ауыр уланудан және қан кетуден кейін калий күрт төмендеуі мүмкін кезде тағайындалады. Сондықтан аспаркамды қабылдамас бұрын қандағы осы микроэлементтердің деңгейіне тест тапсырған жөн. Аспаркам жүрек ритмінің бұзылуы, жүректің ишемиялық ауруы,
Сондай-ақ электролиттік тепе-теңдіктің бұзылуынан туындаған жүрек жеткіліксіздігі үшін кешенді терапияның бөлігі ретінде қолданылады. Сонымен қатар аспаркамды дәрігерлер ағзадағы минералдардың орнын толықтыру үшін қарқынды физикалық белсенділікпен айналысқанда жиі ұсынады. Калий мен магний жетіспеушілігінде қандай белгілер пайда болуы мүмкін? Бұл микроэлементтердің деңгейі төмендеген кезде әртүрлі белгілер пайда болуы мүмкін. Бұл бірқатар ауыр аурулардың дамуына себеп болады және минералдардың дефициті метаболизмнің бұзылуына келеді. Элементтердің күрделі жетіспеушілігімен келесі денсаулық проблемалары да пайда болуы мүмкін. Біріншісі жүрек ритмінің бұзылуы, аритмия мен гипертонияның дамуы. Екінші бұзылушылық электролит балансының бұзылуы. Егер ағзадағы калий мен магний деңгейі күрт төмендесе, онда олардың орнын натрий алмастырады. Бұл микроэлементтің артық болуы сұйықтықтың сақталуына және ісінуге, ал болашақта бүйрек ауруларына келеді. Үшіншіден, магний мен калийдің жетіспеушілігі невроздыққа, тұрақты депрессияға, ұйқысыздыққа және әртүрлі құрысуларға келеді, ал олар түнде күшейеді. Төртіншіден, осы заттардың қатты жетіспеушілігімен көру проблемалары дамиды, атап айтқанда глаукома, және де бас ми қысымы жоғарылайды. Сонымен қатар тамырларда зиянды холестерин дамиды, ал бұл тамырлы атеросклероздың дамуына келеді, және мұндай жағдай негізінен инсультпен аяқталады. Тағы да бұл микроэлементтердің жетіспеушілігінен туындаған бесінші бұзылыс. Ол буындар мен сүйектердің аурулары, соның ішінде подагра. Бұрын айтылғандай артық натрий сұйықтықтың сақталуына және зәр қышқылының жиналуына келеді. Ал бұл подаграның өршуіне ықпал етеді. Есте сақтау керек. Егер сізде үнемі әлсіздік пен тез шаршау пайда болса, онда бұл элементтердің қарапайым жетіспеушілігі болуы мүмкін. Бұл созылмалы аурулар бар егде жастағы адамдар туралы ғана емес, кез келген жастағыларда да пайда болуы мүмкін. Сондай-ақ үнемі спортпен шұғылданатындарда мұндай проблема жиі кездеседі. Осылайша үлкен физикалық белсенділік кезінде калий мен магнийдің көп бөлігі термен шығып кетеді. Сондықтан спортпен белсенді айналысатындар үшін ағзадағы калий мен магний деңгейін бақылау өте маңызды. Мұндай жағдайларда аспаркам өте қажет болып келеді. Барлық себептерден басқа, микроэлементтер гормоналды бұзылу кезінде, қант диабеті, асқазан ішек жолдарының аурулары кезінде төмендеуі мүмкін. Егер калий мен магнийдің жетіспеушілігі анықталса, алкоголь, кофеин, зәр айдағыш және іш жүргізетін дәрілерден бас тарту керек. Бұл олардың деңгейін күрт төмендетуі мүмкін. Аспаркам препараты негізінен тамақтанғаннан кейін, күніне 3 рет, бір таблеткадан ішуге тағайындалады. Бірақ жеке дозаны тек дәрігер тағайындайды. Сондықтан қолданар алдында маманмен кеңескен жөн. Қандай тағамдар калий мен магнийге бай? Калий тәтті қарапайым картопта, салаттарда, қырыққабат мен қызанақта, апельсинде, асқабақта, сондай-ақ кептірілген жемістерде, банандар мен апельсиндерде, қауын мен авокадода, бұршақ дақылдары мен лососта өте көп болып табылады. Магний тұтас және тазартылмаған дәндер, тұқымдар мен какао, авокадо мен бұршақ, бадам мен жержаңғақ, картоп пен жасыл жапырақты көкөністер, майсыз сүт, майсыз йогурт және тауық етінде аса көп болып табылады. Аспаркамның қарсы көрсеткіштері. Препаратта магний және калийдің қалыпты деңгейінде, жеке төзімсіздікте, жүктіліктің бірінші триместрінде, бүйрек жеткіліксіздігінде, атриовентрикулярлық блокадада, Аддисон ауруында және қан қысымының төмендеуінде қолдануға болмайды. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнамызға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.